Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге клубниканы өзім қалай сақтайтыныммен бөліскім келіп отыр. Бізге таза жуылған осындай тап-таза клубникалар қажет, салфетка және осындай пакет қажет. Енді осындай ақ салфеткаларымызды жайып, үстіне клубникаларды рет-ретімен тізіп шығамыз. Бұл біздің осы клубникалардың суы нақты осы салфеткаға сіңу үшін қажет. Мінекей рет-ретімен осылай. Осылай тізіп шыққаннан кейін жарты сағатқа қалдырамыз. Мінекей осылай дайын болды. Кепкеннен кейін осындай пакеттерге салып, морозилке сап қоямыз. Тек қана клубника емес, басқа да жеміс түрлі малина, түгелде ежевика барлығында осылай қатыруға болады. Қысты күні неше түрлі шай, смузиларыңызға пайдаланасыздар. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз және лайк қойып комментарий жаза кетіңіз.